Бұл дүниеде еш нәрседе жайдан жай болмайды екен. Алаш азаматтары мен олардың еңбектері болса шығармашылықтармен танысуды ойлаған күннен бастап, соларға қатысты күніге бір ақпарат еститін болдым. Мен мектепте оқығанда олар туралы мүлде ештеңе білмедім. Ал университетте көбіне ресми мәліметтермен шектелдім. Бес арыс деген кімдер, алаш ұранды әдебиет өкілдері, қай жылы қашан туды, қандай еңбектері бар деген сияқты емтиханда кездесетін сұрақтар. Қызықты қараңызшы. Бүгін оқушылар үшін шағын әңгімелер іздеп отырып, Қабдеш Жұмаділовтің «Аранға түскен аққулар» деген шығармасын тауып алдым. Бұл еңбегімді Алжир лагерінде жазықсыз жапа шеккен арулар рухына бағыштаймын, депті автор. Иә, бұл өлкеде елден ие, жерден кие кеткелі қашан. Қазақ даласы қазір қаңырап бос қалған сияқты. Елде ес, халықта сес жоқ. Ұлт рухы өшкен. Көш бастары көсемдер келмеске кетіп, қырқын жисаң қыра салмайтын томағалы тобыр қалған. Қазір бұл даланы елес кезіп жүр. Әруақтар елесі. 1928 жылғы Кәмпескеде 4 түлік малдан айырылып, 1932 жылғы қолдан жасалған ашаршылықты шыбынша қырылған, сүйектері көмілмей шашылып қалған 3 миллион қазақтың аруағы әлі де болса өз мекендерін қиып кете алмай, туған жер аспанында қалықтап ұшып жүр. Бұрын мұндайды көрмеген көр бала, момын ел сол зұлматтардың кімге, не үшін қажет болғанын енді түсіне бастағандай. Сөйтсе, болашақ қожайындарға мына даланы тез арада босату керек екен ғой. Қазір несін айтасың? Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Отаршыл бағынышты бодан жұртына ойына келгенін істеп жатыр деп басталған шығармада Алжир деген сөзді былай деп тарқатып кетеді. Бұрын бұл жазалау орнын Карлактың 26 бөлімшесі дейді екен. 1938 жылдан бері кілең әйелдердің еншісіне тиіп, Алжир деген атқа ие болды. Алжир қысқарған сөз. Орысша Акмолинский лагерь жен изменников родине деген сөздердің бас әріптерінен құралған. Қазақшасы отанға опасыздық жасағандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері. Тұрған жері Ақмоланың өзі емес, қаладан 40 шақырымдай жердегі ен дала. Әңгімені оқып отырғанда осы лагердегі әйелдердің ішінде Дәмелі адам дәрігері, Ғазиза мал дәрігері деген тұстарда көп мән бермедім. Оқи келе Ғазиза деп отқаны Тұрар Рысқұловтың жар екенін байқалды. Лагердегі 10 мың әйелдің бәрі дерлік кезінде халық үшін қызмет еткен министр, генерал, секретарлардың әйелдері. Осы әңгімеде балаларды аналарынан бөліп Қарағандыға детдомға кетеді. Соның ішінде Тұрар мен Ғазизаның қызы Рита да бар. Әкесін ұстағанда үлкен қызы Сәулені детдомға кеткен. Шығармада Ғазиза: апайлар-ау, Рита лагерде туған, әкесіз бала емес қой. Тұранның соңғы тұяғы емес пе? Әкесі ұсталған соң 40 күн өткенде босандым. Онда үлкен қызым Сәуле 5 жаста еді, ал қазір Украинаның бір жерінде детдомда жүр дейді. Тым құрыса, Тұранның соңында қалған қос құлынына ие бола алмадым-ау дегенде, қасындағы жұбатамыз деп тұрған әйелдер қоса жылады. Деген жолдарды оқығанда Азиза Рысқұлова туралы екеніне шүбәм қалмады. Иә, шағын әңгіме дегенім романнан да ауыр. Оқығандарымды қорыту өте қиын болды. Тарихи оқиғалар туралы жазылған 30 беттік шығарманы оқып отырып, ойға келгенде қорытынды Тұрар да, Әлихан да, Сәкен де кінәлі. Себебі олар өздерінен де қазақты артық көрген. Ең үлкен кінәлары осы. Қайтсем қазақты құтқарам деп арпалысып жүргенде жолдан адасып қия кетті. Сүрінді, алданды. Бірақ
ұлтын сатқан жоқ. Маңыздысы сол ғана, қалғанның маңызы жоқ. Сол кездегі билік басына келген Сталиннің сауатсыз, қарадүрсін, қорқақ, оқымаған етікшінің баласы болғаны үшін олар кінәлі емес. Дәл осы әңгімеде жазушы әсілі Карлакта, ал жерде қазақ жеріне жайдан жай орнамаса керек. Көп ұзамай бүкіл қазақ даласы лагерге айналды. Кремль өзіне ұнамаған, сенімсіз, күмәнді деген ұлттарды Қазақстанға жер аударды. Соғыс жылдарында немістермен, жапондармен тіл табысып кетеді деген күдікпен сонау қиыр шығыстан кәрістерді, Кавказдан шешен, ингуш, қарашай балқарларды, Волга бойынан немістерді көшіріп әкелді. Ерікті түрде емес, зорлықпен, небәрі 24 сағаттың ішінде күшпен пойызға тиеген. Ал соларды қазақ жеріне әкелгендегі мақсат қазақ атын мүлде өшіру, жаңағы ұлттарды да тегінен, тілінен айырып, бір тұтас совет халық етіп шығару. Оны және жасырған жоқ. Қазақстанды ұлттар достығының лабораториясы деп жариялады. Сол лаборатория ұлттарды бір-біріне қосып, қорытып шығармақ болды. Алайда большевиктер көздеген мақсатына толық жете алған жоқ. Ұлт дегеніміз олар ойлағандай бір-біріне оп-оңай жұтылып, жойылып кететін нәрсе емес екен. Тек бұл науқаннан 30-шы жылдарда ашаршылықта жарымнан айырылып әбден әлсіреген қазақ қана оңбай зардап шекті. Ал келімсектердің түгі де кеткен жоқ. Кәрісте, немісте, шешен, ингуште тілін, ділін сақтап қалды. Тек өз елінде адам сыймай жатқан кәрістер ғана отанына қайтқан жоқ. Одан басқа немісте, жойып та, Қырым татары мен шешен ингуште Сталин өліп, заман түзелісімен ата жұртына қайтып кетті. Жазушы Қабдеш Жұмаділов 1991 жылы КСРО тарағанда қазақтың тәуелсіздік алуға асықпағанын, қырғыз бен өзбектен 3,5 ай кешіккенімізді айтады. Ерте көктемде Балтық жағалауынан басталған бостандық таңы жаз айларында Кавказ елдерін нұрландырып, күзге таман Орта Азияға да келіп жетті. Сол жылы 31 тамызда қырғыздар, 1 қыркүйекте өзбектер бөлініп кетті. Ендігі кезек біздікі шығар. Ұзаса араға апта салып, қазақ та өз туын көтерер деп күткенбіз. Жоқ, атамаңыз, тәуелсіздік біз үшін әлі де төбесін көрсетер емес. Баяғы достық лабораториясы кезінде миымыз шайқалып қалған ба, аға ұлттардан тіпті айырылғымыз жоқ. Не керек? Империяның ең сенімді, адал құлы екенін қазақтар осы жолы бір танытты. Ақырында 1991 жылы 8 желтоқсанда империя ошағының үш бұты Ресей, Украина, Беларусь өзара енші бөлісіп, КСРО деген ел тарап кетті. Құлаған империяның ескі жұртында дүниені таң қалдырып Қазақстан ғана қалып қойды. Бұдан ары кешіксек, біз санаттан мүлде шығарар едік. Ешкімізді мемлекет деп танымас еді. Содан не керек? 16 желтоқсанда бос жатқан тәуелсіздікті әрең дегенде алдық-ау. Қырғыз бен өзбектен кейін 3,5 ай артта қалдық. Бәлкім, қазір кейбіреулер тәуелсіздікті өз халқымызға көп күш жұмсап зорға әпердік деп кейінгі жас ұрпаққа мақтанатын болар. Бірақ біз көрген ақиқат болмыс осындай дейді. Достар, бұл шағын әңгімеде айта берсем таусылмайтын сияқты. Егер сізге тарих қызық болса, шындықты іздесеңіз, ақиқаттан алыстамаңыз. Ал ол ақиқат адамның қажетіне жараса ғана пайдалы болмақ. Қандай тарихи дерек келтірілсе де, кім айтса да, қазаққа қажет нәрсе ол тек ауызбіршілік және тыныштық. Мысалы, елде білімді оқыған, көш бастай алатын жастар жоқ емес. Оларды тыңдап, таңдай алу өзімізге байланысты. Сайлау болса кеңес үкіметінің идеологиясына тойып алған ақсақалдар сахнаға шығып, руға жүзге бөлініп, қала берді ақша беріп, дауыс сатып алып депутат сайлайды. Сол баяғы совхоз директорының баласы, әкімнің туысы, сол баяғы бастықтар,
сондай жылпос өмірге бейім ағалар дейміз бе, жоқ аталар дейміз бе? Әншейін депутатты таңдап сайлауға санамыз келмей жатыр. Сондықтан Сәкен кінәлі, Тұрар кінәлі деп босқа уақытымызды өлтірмей, бүгін өзіміз не істей аламыз? Шамамыз келгенше өзіміз үшін таңдау жасап, өзімізге керекті өзіміз тауып үйренсек, сол дұрыс болар деймін. Енді аранға түскен аққулар хикаятына қайтар болсақ, Алжир бұл біздің тарихымыздағы ең үлкен қасірет. Аналар аруағына арналған бұл әңгімені жазушы былай аяқтайды. Сонымен біздің шағын хикаямыз да аяқталуға жақын. Алжир мұражайына ара-тұра барып жүріп, жазықсыз жапа шеккен аналар қасіретін көз алдымыздан өткізгенде, көңілге сәуле түсірген кейбір суреттер осындай. КСРОдан өзге ешбір елде болмаған ондай зұлмат енді қайталанбасын деп тілейік. Тағы бір отаршылдар ойда жоқта жерімізге баса көктей кіріп, ойына келгенін істемесін. Жеріміздің иесі де, киесі де қайта оралсын. Бір кезде біздің бабаларымыз абақтысыз, түрмесіз, бостандықта ғұмыр кешкен. Қазақты сол бабалардың рухы қолдасын. Аумин. 2010 жыл қыркүйек.